Профессор, доктор медицинских наук Владимир Абдуллаевич Дадали деген кісімен сұхбаттасқан кезімде мен ол кісіге сұрақ қойғанмын. Адам аурудан қалайша оңай құтыла алады деп. Сол кезде ол бірақ нәрсені айтты маған. Тек қана ағзаны 100% тазалау арқылы деді. Сонда қалай деп сұрадым. Егерде сенің бүкіл жықытың, яғни ішек асқазан жолдарың, қаның, бауырың 100% таза тұратын болса, сен ешқашан ауырмайсың деді. Егерде сен ауру болсаң қазір деді, демек бірінші орында сен асқазан ішек жолдарын тазалайсың, оған қос бауырды, қанды тазалайсың деді. Вот сол кезде ғана сен бүкіл аурудан құтыла аласың деді. Болмаса қанша жерден ем ал, қанша дәрі іш, басқа істе, сен ешқашан аурудан 100% құтыла алмайсың деді. Сондықтан достар, бүгінгі таңда біздің осындай ауру дәрежесінде жүруіміздің себебі ішкі құрылысты тазаламау. Тек қана ауырып тұрған жерімізді ауруын симптомын басып, соған жараса, соған керек дәрілерді ғана ішеміз, бірақ та ағзаны тазалау керектігін мүлдем ойымызға да кіргізбейміз. Сондықтан ағзаны тазалау арқылы әр адам өзінің денсаулығына ғана көмектесе алады.